Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерге бауырдан даярланатын дәмді асты көрсетемін. Бисмиллах деп барлық көкөністерімізді тазалап, турап аламыз. Мұндағы болгар бұрышы мұздатқышта сақталынған. Қалай сақтау керек әдісін, ссылкасын төменгі жаққа қалдырамын. Өтіп көрсеңіздер болады. Болгар бұрышын 3 бұрышты етіп турап аламыз. Және де сәбіздің жартысын тураймыз. Егер сәбізді жақсы көрсеңіздер, толықтай біреуін турасаңыздар болады. Мұндағы қызанақтарымызда мұздатқышта сақталынған. Көлеміне қарай турап аламыз. Егер үлкен болған жағдайда 3-ке бөлеміз. Және де сарымсақтарымызды турап аласыздар. Бұл енді турау әдісі өздеріңіздің қалауларыңызша. Барлық керекті азық-түліктің мөлшерін төменгі жаққа қалдырамыз жазып. Және де пияздарымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Үлкен ірі етіп. Кейін табамызды астын қосып отын. Майымызды шамамен 20 мл құямыз. Ең алдымен сәбізді сәл жұмсарғанша қуырып аламыз. 1 минуттай. Осы уақыт аралығында бауырды кесіп тазалап аламыз. Көбінесе ірі қара малдарда бауырдың сыртында осындай жұқа пленка болады. Соны сылып алып тастағаныңыз жөн. Ол пісу барысында бауырдың гүртілдек болып тырысып пісуіне әсерін тигізеді кері. Сыртындағы пленкаларын барлығын тазалаймыз. Және де бауырдың ішкі жағында ортасында қан тамырлары болады. Өте қатты тері тәрізді. Оны да сылып алып тастағаныңыз жөн. Оның ешқандай қажеті жоқ. Және де тағамды жеу барысында тек қана тістің арасына тұрып кедергісін тигізеді. Бауырды барлық несін тазалап болған соң 1-2 мәрте салқын суға жуып аламыз. Ішіндегі барлық қалған қанның қалдықтары кету үшін. Содан соң табаға пиязымызды, сарымсағымызды, болгар бұрышын салып 5 минуттай қуырамыз. Орташа отта. Жиі араластырып тұруларыңыз керек, күйіп кетпеу үшін. Кейін көкөністің орта жағын ашамыз да, ортасына бауырымызды тазаланған салып, тұздаймыз және бұрышын себеміз. Бұл енді өздеріңіздің татуыңызға қарай. Кейін бауырды сәл орта жағынан араластырамыз да, қуырып. Табанның бетін 5 минутқа жауып қалдырамыз. 5 минуттан соң қызанақтарымызды саламыз. Тағы да бір рет тұзын, бұрышын, дәмін көрсеңіздер артықтық етпейді. Енді бауыр мен көкөністердің барлығын араластырамыз да, сәл қуырып, мұнда менде тұз жетпей тұр екен, кішкене соны тұздадым. Және қақпағын жауып, 10-15 минут аралығында орташа отта бұқтырып пісіріп аламыз. Көкөністер мен бауырдан дайындалған асымыз пісті. Баршаңызға ас болсын. Дәмі өте керемет және бауырымыз жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Баршаңызға ас болсын. Біздің YouTube арнамыз ұнаса, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Лүпілдеріңізді басып, өз пікірлеріңізді комментария бөліміне жазып қалдырыңыздар.